болды. Айша, өте жақсы. Анвар, бүгін тамашада. Балалар, бүгін біз қайда келдік? Бүгін біз балабақшамызды кітап бұрышына келдік. Қарашы балалар, кітаптар өте әдемі, ертегі кітаптар бар екен да, біздердің күнделікті танысып жүрген бауырсақ ертегіміз бар, шалқан ертегіміз бар екен да балалар бұл жерде. Балалар, кітап бізге асық береді екен, біздерді мейірімділікке, тәрбиелікке, білімділікке тәрбиелейді екен. Бұл кітаптарды өздеріңіз сияқты кішкентай кезінен ата әже болған аталарымыз, апаларымыз шығарған екен да бізге ертегілерді. Көне әдебиеттерімізді, көне салт-дәстүрлерімізді ертегі қылып бізге берген екен кітаптарды. Қане балалар, біз кітаптармен танысқымыз келе ма? Көргіміз келе ма кітаптарды? Иә, көргіміз келеді. Қайда бұл ертегілерде қандай кейіпкерлер бар екен? Қарашы балалар, мынау бауырсақ ертегісі. Мен сендерге қазір бауырсақ ертегісінің ішіндегі кейіпкерлермен таныстырғым келе ме? Я, көрейік қайсы. Балалар, қарайық. Қане балалар, қарайық бәріміз. Балалар, мынау әже қайталайық. Әже, бауырсақ, ата. Келесі. Мынау не? Қоян. Қайталайық, қоян. Өте жақсы. Мынау ше? Қасқыр балалар. Мынау бауырсақ. Ал мынау ше? Аю. Ал мынау ше? Бауырсақ. Өте дұрыс айтқан. Бауырсақ. Ал мынау ше? Түлкі. Қу түлкі. Ал мынау ше? Бауырсақ. Өте дұрыс қанеміз. Бауырсақ. Міне балалар, осы бауырсақ ертегісінің ішіндегі кейіпкерлермен біздер таныстық. Балалар, және де біз шалқан ертегісінің ширмасы да бар екен. Балалар, біздер ертегілерді жақсы көреміз ғой да? Әрине. Олай болса біздер қазір бір ертегіні сахналайық, да балалар? Бір күні ертеде ата мен әже өмір сүріпті. Олар ұзаққа созылған қыстан аман шығып, күн шығып, жер қызарғаннан кейін қыс бойы еңбекті сағынып, бақшасына келіп қолына күрегін алып шалқан егеді. Шалқаны бір күні үлкен шалқан болып өсіп кетеді. Көп су құйып жүргенде шалқанның мынандай болып өскеніне ам-дам болып қалып кемпірін көмекке шақырады. Кемпірім, кел деп. Кемпір екеуі әр тәртіп көмекке немересін шақырады. Немересі үшеуі әр тартады. Бір кезде немересі күшігін шақырады. Күшігім, кел деп. Күшігі ақ деп келіп, төртеуі әр тартады. Бір кезде күшігі мысығын шақырады. Мяу деп мысығы келеді. Бесеуі әр тартады. Өтіп баратқан тышқанды шақырады. Тышқаны келіп мысықтан тартып қалғанда шалқан жылынып қалып бәрі жерге құлайып, мәре-сәре болып, мәз болып, сөйтіп олар тату-тәтті өмір сүреді екен.